90 минут бойы құрдопқа иелік етіп, көрсеткіш пайызын көбейткеннен ештеңе шықпайды. Футболда ең бастысы қақпаға енген доп саны. Бұл тұрғыда сөзсіз шабуылшы форвардтың атқарар рөлі ерекше. Сіздермен доп теп бағдарламасы. Бүгін біз Еуропада атой салған аргентиналық шабуылшы Серхио Агуэро жайлы айтатын боламыз. Серхио Леонель Агуэро дель Кастильо 1988 жылдың 2 маусымында Буэнос-Айрес провинциясының Кельмес қаласында дүниеге келген. Футболға деген алғашқы қадамы көше футболынан басталған. Анасы жұмыссыз, әкесі бар болғанда такси жүргізушісі. Отбасылық қаражат оларға үнемі жете бермейтін. Өзі де, егер футбол болмағанда, мен баяғыда абақтыда отырар едім деп ойындаған еді. Онымен қоса, көше футболында ол физикалық тұрғыдан құрдастарына қарағанда әлсіз болды. Тек техника мен шапшаңдықтың арқасында керемет ойынымен көзге түсті. 9 жасында Индепенденте клубының футбол мектебіне қабылданды. 15 жасында жастар командасына ауысып, алғашқы дебютын жасады. Және Аргентина футбол тарихында кәсіби түрде дебют жасаған ең жас футболшы атанды. Сол жыл Агуэро үшін өте сәтті жыл болды деп айтуға әбден болады. Бір маусымда 54 матч өткізіп, 20 голды қарсылас қақпасына тоғытты. Онымен қоса, Индепенденте Аргентина чемпион атанды. Мұндай талантты ойынын Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Бавария секілді Еуропаның топ клубтары да байқап жүрді. 2006 жылы испандық Атлетико Мадрид Агуэроны 23 миллион еуроға сатып алды. Алғашқы матчтарда бас бапкер оны негізгі құрамға енгізгісі келмеді. Өйткені ол кезде Мадридтік клубта шабуылшылар арасында бәсеке өте жоғары еді. Алайда кездейсоқ ойыншы алмастыру сәттерінде тамаша ойын өрнегін көрсетіп, Серхио негізгі құрамнан орын алды. 2006-2007 жылдары 38 ойында 6 гол соғып, Еуропаның ең үздік жас ойыншысы, яғни Golden Boy премиясын жеңіп алды. 2007 жылы Аргентина жастар құрама командасына шақырту алып, Канададағы жастар арасындағы әлем чемпионатына қатысты. Сол турнирде Аргентинаға чемпиондық атақты сыйлап, алтын допты да, алтын бут санында өз қоржынына еншіледі. Жылдан жылға ойыншының статистикасы үлкен прогресте болды. 2008 жылы Пекинде өткен Олимпиада ойындарында футболдан Аргентина құрамасымен бірге чемпион атанды. 2010 жылдың басында ағылшындық Тоттенхэмнен Агуэроны сатып алуға керемет ұсыныс келіп түсті. Олар аргентиналықты сатып алуға 45 миллион еуро ұсынған еді. Алайда Атлетико Мадрид трансфер құнына қарамастан Агуэроны ағылшындық клубқа бермеді. 2011 жылы Серхио өз еркімен Атлетикодан кетемін деп баспасөз бетіне сұхбат берді. Келісімдер нәтижесінде ойыншыны 38 миллион еуроға ағылшындық Манчестер Сити сатып алды. Серхио Агуэро келгелі қалалықтар 2012 жылы Англия суперкубогын және де 3 мәрте ағылшын премьер-лигасын жеңіп алды. Араға бірнеше жылдар салып, жанкүйерлер тарапынан гол машинасы деген лақап атқа ие болды. Өйткені ол жыл сайын ағылшын премьер-лигасының үздік бомбардирлар кестесінде алғашқы орындарды еншілеп тұратын. 2015 жылы Агуэро шағын рекордта орнатқан еді. Ньюкасл қақпасына бар болғаны 20 минут ішінде 5 топты енгізе салды. 2018 жылы Манчестер Сити тарихындағы ең үздік форвард шабуылшы атағын алды. Бұл атақ бұрын 493 ойында 177 гол соққан Эрик Брукта болатын. 2019 жылдың 25 маусымында өзінің кәсіби мансабындағы 400 голын соғып, тағы да көзге ілікті. Бүгінгі күнде 31 жастағы Серхио Агуэроның әлі де жетер белес алар асулары алды. Алайда осы күнге дейін жеткен жетістіктері футболды жанына сергеткен жас жеткіншектерге таптырмас үлкен мотивация. Сіздермен бірге болған доп теп жобасы келесі санда жолыққанша.